Бүгінгі бағдарламамыздың кейіпкері Орал қаласында тұратын Жұбаныш Қали Жәрдемов, самбодан Кеңестер одағының спорт шебері. Ата-анасынан ерте айырылып, мектеп-интернатта тәрбиеленген Жұбаныш Қали Садырұлы әскери борышын өтегеннен кейін Орал мемлекеттік педагогикалық институтының дене шынықтыру факультетіне түседі. Самбо күресімен осы оқу орнында белгілі бапкер Қамеш Исмағұловтың қол астында айналыса бастайды. Және 2 жылдың ішінде КСРО спорт шебері атанады. 75 жылы Витебск қаласында сырдың студенттер арасында біздің қоғамның біріншілігі өтті. Соған мені Аскар Аким Шасубаев, қазір профессор ағамыз демалыста Астанада тұрады, жол салып барды. Сонда бірінші орын алып, Қазақстан намысын қорғап, сыр спорт шеберінің атағы орындадым. Белоруссияда. Полуфиналда Белоруссияның полуфиналымен кездестім, өте қиын күрес болды. Ол енді ауырлау болды, бірақ ұтып алдым. Одан кейін финалда Өзбекстан полуфиналымен күрестім. Ұтып бірінші орын алдым. Одан кейін Қазақстанның спартакиадасы болды Қызылордада. Онда жарыста финалға дейін таза шықтым да, финалда травма алып қалып, жаңа айтып отырған Павлодардың азаматы Мейрамғалиев Жұмағалиға мен өзімнің жеңісімді берген. Бірақ Қазақстанның құрама командасының бірінші номері болып, сол жылы Спартакия народы сырға бардым. Спартакия народы сыр Тбилисиде өтті. Өкінішке орай, ол жарыста біздің қазақстандыққа өте қиын болды. Себебі қазақстандықтар 5-ші орында келіп, а Грузия 6-ші орында келіп. Сондықтан олар сондай өздерін мақсат қойған, Қазақстанға ұпайды аз береміз деп. Соның салдарымен жалғыз ученица 3-ші орын алды, Александр. Қалғандарымыз жарыстан межеге шыға алмай қалдық. Бірақ сол Спартакия народы сыр деген мен үшін өте қымбат санайтыным. Осы Орал облысынан спорттың түріне жалғыз қатысқан кісі мен болдым. 76 жылы Курск қаласында бүткілодақтық Всемирный универсиада болды. Соған қатыстым, жаңағы құрақ командасының атынан. Онда 2-ші орын алдым. Финалда чемпион мира, чемпион Европы, жаңағы сырдың құрақ командасының мүшесі Багаудиновке ұпай санымен деп мені жеңіліс берді маған. Одан кейін Оралда Кубок Қазақстан өтті, өзіміздің жерімізде. Онда 1-ші орын алдым. Финалда Мусабековпен кездестім, Алмаспен. Мастер спорт международный класста Мусабековты ұтып, ол кезде мастер спорт болды, қазір Жамбылда тұрады. 77 жылы қайтадан жаңағы студенттер арасында Союзға бардық. Союзға барғанда ол Липецк қаласында болды. Финалда тағы Багаудиновпен кездестім. Салмақ қуаңыз көп ұйықтай алмайды ғой. 4 сағат ұйықтап, таңертең Воронеж өзенінің қасында келсем, бір кісі тұр екен, судың жағасында. Барып амандастым. Военный екен, генерал екен не деген. Отставка деген. Сосын, здрасте. Откуда с Казахстана? Казахстан откуда? Из Уральска. Я тоже уральский генерал. Ол пенсияда генерал, тек просто балық аулауға тағы. Сол енді соғысы жаңа маған батасын беріп жүрген сияқты соларды. Себебі мен енді күреске барайын деп тұрмын, салмақ өлшеуіне. Багаудиновтың келіп тұрғанын білемін. 2 рет туғанымды білемін Багаудинов. Сол ана кісінің еткені маған не болып кеткен сияқты. Рух беріп жүрген сияқты. Айтты, күш ұтасыз дегенде. Ұтып алдым. Досмұхаммед Темірхан Мұңайдарович ағамыз тренер болып барған, риза болып, қолыма алтын сағат тақты келді. Чемпион мираны сыйлағанына. Одан кейін енді 77 жылы оқу бітіргеннен кейін маған Казспорт комитетке баруға жолдама келді. Бірақ ректорымыз Қайролла Кенжеғұлович азаматысы шақырып алып айналайын. Қала деп, қайда баратын? Алматыға барасың ба, Оралда қаласың ба? Ертең айтасың деді. Ертеңін таңертең келіп айттым, аға енді мен. Жанұя енді өзімде жоқ, үйленген жоқпын. Осында қалайын деп едім. Бір бөлмелі үйдің кілтін берді, осында тұрады алып. Содан бері осында жұмыс істеп жатырмын, осы университетте, бір жерде. Жаңа қарапайым мұғалімдіктен бастадым. Содан жаңа аға мұғалім болдым, одан зал кафедралар болдым.
екі кафедрада. Одан кейін жаңағы осыдан 1-2 жыл бұрын профессор атағын берді, доцент. Осында істеп жатырмын. Институтты бітіргеннен кейін мұғалім болып қалғасын, маған облыс ұсыныс жасады, аға бапкер болуды. 77 жылдан 84 жылға дейін Орал облысының аға жаттықтырушы болдым. Институтта істеп жүріп, анда жартылай енді көмекші ақша берді жалақы, сонымен істеп келдім. Содан жаңағыдай атақтарға ендім, Қазақстанның құрмет спорт қайраткері деген, тағы көптеген атақтарды алдым. Өзің күрес жүргенде, онда білмейді екенсің. Енді өзіңе дейсің. Жаттықтырушы болғанда, ол балалардың бәрінің өзінің әртүрлі мінезі бар, әртүрлі құлқы бар. Ол балаға әртүрлі подход керек дейді, орысша айтқанда. Бәрінің соға қарайсың. Біреудің жағдай жетіп тұрады, біреудің жағдай жетіп тұрады. Енді ауылдан айналысып жатқан балалар бар, біреуге жаңа киімді жетпей қалады. Сол уақытта тура келеді, жаңа киімдерін алып беруге ауыстырып жаңа. Бізде бір қиыны монша деген пәле бар. Обязательно балалармен жұмасында бір рет моншаға барамыз. Суббота күні біздің үйде ол балалар үшін мейрам. Моншадан кейін біздің үйге келіп, бәрі бешбармағын жеп, демалып кетеді. Бүткіл жаңағы команданың мүшелері. 48-ден бастап 100-ден асқан келі балаға дейін бәріне массаж жасауым керек. Бәрін жаңағы денелерін бәрін әзірлеп. Далада жүргенде, жаңағы жарыста жүргенде, пойызда келе тұрғанда, олар ұйықтап жатады, сен жүресің, қарап. Қалай? Сақындық қылмай жатырмын, бастары қалай жатыр, әлгі бәтеңкілері қалай жатыр, ұрланып кетпей ме пойыз, соның бәрін. Жаман жасырасың, жақсысын асырасың. Біреудің неге көтеріп айтып отырғанда, екіншін басып тастамайсың. Сенің де болашағың бар. Көптеген собалардың арқасында мен сондай атақ алдым. Мынау әлем чемпионы, әлем кубогының иегері Шайхи басқарлар менің құрама командамда болды. Талай жарыстарға барды. Баптаушы екінші бапкерім. Бірақ енді өз тәрбиелеген балаларыма Қаумет Нұрландар, Меңдіғали Айбектер Қазақстанның еңбек жаттықтырушы атағына. Бірге жүрген жолдас жігіттерім жаңа күреске көмекші болып мен жүрген. Қуанышев Батыр марқұм, ол да заслуженный тренер Қазақстанда. Есейіп Тимур Кабуловичте Қазақстан еңбек жаттықтырушы. Тоғжан Нұрлан. Бәрі осындай атақтарға ие болды. Қазір қай ауданға барсаң да, сол тәрбиелеген балалар сол жерде спортты көтеріп отыр. Күресте. Қазіргі жас спортшыларымыз, біздің палуандарымыз, бұрын кездегіден өте өзге. Қазір салмақ қуу десе қорқады. Қуа алмайды салмақта. Қазіргі балалар бұрынғыдай талаптанып жүрмейді. Мен өзім мұғалім болып жүргенде спорттық киімді тек қана сабаққа келді. Көшегіме өмір киіп көрген жоқпын. Қандай атағым болды, қандайын киіп көрген жоқпын. Балалар olsun. Қазір балалар қазір киімді киіп алып көшеде жаңа сөйтіп кетеді. Қазақстанның киімдерін киіп, жүре алмай көшеде. Мен айтам, таңғалам, айналайын. Медиктер деген ақ қалатпен жүру керек пе сонда? Қойшылар деген қамшымен жүру керек пе көшеде? Шахтерлар маңдайына келіп, сөйтіп жүру керек пе? Сендер көрсетпеңінші өздеріңді. Сендер спортсмен, сен қарапайым жүр, халықпен бірде. Әлде музыканы домбырамен бірден бітіп кетіру керек. Олай болмайды деп солай айтамын. Қазіргі балалар бұрынғы балалардай емес. Білмеймін не екен. Біздің кезімізде Қазақстанның сырдың спорт шебері деген атақты алу деген ол аспанда жұлдызбен тең еді. Қазір екінің бірі Қазақстан жарысқа өртті, Қазақстан спорт шебері деген атақ. Қазір күресте жаңа бокстың системі сияқты отқан шыға береді. 3 схватка жасайды, 4 жасайды. Біздің кезімізде чемпион сыру үшін 9 схватка жасайды. Қазақстанда үшін 9 схватка жасайды. Сондай жағдайлар бар. Балаларды жамандау болмайды ғой, әркімнің өзі талабына байланысты болар, әзірлігіне байланысты болар. Жаңа талаптыға нұр жауады дейді ғой. Талаптанса бәрі болатын сияқты. Мен мұнда сабақ беріп студенттеріме айтам бәріне, спортта балаларға. Спорттың бір түрмен айналысып доказа шықсаң, атақты аласың. Мен енді институтта дене тәрбие факультетінде 25 сабақ бердім. Сондықтан спорттың жан-жағынан да бәрінен хабардармын, және бәрінен қатысам. Көбінен жаңа спорттық атақтарым бар. Теннистен де атағым бар мысалы.
тейістен облыстың өздері қарттар арасында жүлделі орындарда жүр. Жеңімпаз боламын, институттың 2 дүркін қазір қарттар арасында чемпионмын. Теннис ойнап, волейболды, енді ол өзімнің родной бетім болғасын, всегда волейбол ойнап тұрам, командада ойнайым, распасовщикпін. Футбол, шағын футболды ойнайым, баскетболды жақсы ойнайым, қитақандай болғанмен. Русшілі мәшті ойнап кететін бар, қолыма доп сыймаса да. Енді болады ғой бәрі де. Қимыл қозғалысы біткен күні ол енді дүниеден өзімде ойлашаш. Сондықтан да қимыл қозғалысы спортсмен бола ма? Әрқашан да қимылдау керек.